Амансыздар ма балалар? Бүгін аптаның қай күні? Ертек тыңдауға келдіңдер ма? Ондай болса мен сендерге ертегілерімді айтып берейін. Сендерге бүгін қызықты ертегі алып келдім. Балапан деген. Бір өзеннің жағасында бір үйшік болыпты. Оның ішінде бір тауық өмір сүріпті. Тауық 12 балапан басып жатыр екен. Сөйтіп балапандың тек қана 10 жұмыртқадан тек қана 10 балапан шығады. 2 жұмыртқа әлі жарылмайды. Тауық 10 балапанын естіріп өзен жағасына кетеді. Өзен жағасына кеткен кезде бір жұмыртқаны тырс деп бір балапан шығады. Жұмыртқа жарылып бір балапан шығады. Балапан анасын іздеп ары қарайды, бері қарайды. Анасын таба алмайды. Сөйтіп балапан өзін анасын іздеуге жолға шығады. Жолда өзен жағасымен келе жатса, бір сиырды көреді. Сиырдың қасына барады да, сиырдың дәу екенін көріп, бүйтіп басын созып қарайды да, балапан сиырға қарап айтады: "Сіз менің анамсыз ба?" дейді. "Жоқ." Сиыр айтады: "Жоқ, мен сенің анаң емеспін. Мен сенің анаңа әлдеқайда дәумін" дейді. Содан кейін балапан ары қарай кетеді. Кетіп бара жатса, жолда ешкі тұрады. Ешкінің қасына барып: "Сіз сиырдан кішкентай екенсіз. Сіз менің анам болатын шығарсыз" дейді. "Жоқ, мен сенің емеспін. Сенің аяғыңа анаң деп, 2 аяғы ұзын қанаты бар" дейді. "Менің 4 аяғым бар, және де мен қанатым жоқ" дейді. Балапан ары қарай кетеді. Бір талдың басында қараса, қарға қонып тұр екен ұясының қасында. Қарғаның қасына барып: "Сіз менің анам шығарсыз. Сіздің 2 аяғыңыз бар екен, және қанатыңыз бар екен" дейді. Қарға балапанға қарап тұрып: "Жоқ, менің дұрыс 2 аяғым бар, ұзын қанатым бар, бірақ мен сенің анаңнан әлдеқайда биік ұшамын. Мен сенің анаң емеспін. Балапан, сен анау өзеннің жағасына барып қара, сояқтан табылады сенің анаң." Балапан көңілсіз жолда кетіп бара жатса, бір алдынан үйрек шығады. Үйрек көлдің жағасында балапандарын ойнатып жүр екен. Үйрек балапан жүгіріп барып үйрекке: "Сіз менің анамсыз ба? Анашым" дейді. Үйрек: "Жоқ балапан, мен сенің анаң емеспін. Сенің анаң мен сияқты кар деп айтпайды" дейді. "Сен анау өзеннің арғы басына баршы, сояқта бір балапандар жүрген" дейді. "Сенің анаң кукареку деп айтады" дейді. Балапан сояққа қарай жүгіріп кетеді. Барса, шынымен де біреу "Кукареку" деп айқайлап тұр екен. Балапан қуанып кетіп: "Анашым" деп жүгіріп барады. Балапанның дауысын естіген тауық өзінің балапаны екенін танып қояды. Жүгіріп келіп балапанына айтады: "Сен неге ұяда қалмадың? Мен саған азық апаратын едім ғой. Сен жоғалып кетсең қайтесің? Мен сені таба алмайтын едім ғой" деді. Балапан айтады: "Жоқ анашым, сіз барған шығ. Мен сізді өзім іздеп тауып алайын деп жүрмін" дейді. Сөйтіп тауық балапанын тауып алады. Көрдіңдер ме балалар? Балапан кішкентай болса да өзін анасын тауып алды. Қызық па екен? Сендер аналарыңды жақсы көресіңдер ма? Ендігіші осымен ертегім бітті. Келесі ертеге қош сау болыңдар.